Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде Ділмар тележобасы. Біз екінші айналымды бастадық, яғни осыған дейін бәріміз көрген топтар тағы бір мәрте алдарыңызға шығады. Тек қарсыластары ауысты. Олай болса, барша Ділмарларға сәттілік тілейміз, ал дәл қазір ортаға бүгінгі ойынның қатысушыларын шақырайық. Оң жағымда Білгір тобы. Және қарсы тарапта Болашақ тобы. Қош келдіңіздер. Әдеттегідей танысудан бастайық. Білгір тобы. Армысың, ардақты Алталаштың баласы. Жер үйғым Жетісудың жағасы. Қара сөздің нарқын білген қашаннан, мен боламын қазақтың Қазбек деген баласы. Ассаламу алейкум, арма қазақ. Өзіндей бұл әлемде бармаға ғажап. Қабыл ал сәлемін бұл баланың. Қойылған Мұхаммед деп атым асқақ. Ділмайға қата келдік дірілдетіп, жан жағын Жетісудың дірілдетіп, Қазбек ағам бастаған Білгір тобы, оза шапқан алдағы дүлгіледік. Бәрекелді. Ойынға дайынсыздар ғой, Сақадай сайын. Бәрекел, сәттілік тілейміз. Келесі топ. Сәлем сөздің анасы, ұғын қазақ баласы. Бір ауыз сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Ел қылатын бар елді, сәлем сөзі кәделі. Түзеймін десең әлемді, түзеуелі. Сәлемді дей келе, армысыздар құрметті әділ қазалқалары және қарсылас команда. Мен Сарқан қаласы Николай Островский атындағы мектеп лицейінің 11 сынып оқушысы Аманнұр Маргуа және Болашақ командасының бірінші спикері. Әдепшілік белгісі иіліп сәлем бергені, жақындықтың белгісі кешіктірмей келгені демекші, 300-дің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Ассаламағалейкум. Мен Вдовыченко Валерия, Сарқан қаласы номер 1 мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы және Болашақ командасының 2 спикері. Бүгін Болашақ тобында спикерлер өзара орын ауыстырған екен. Өткен ойындағыдай сәтті өнер көрсетесіздер деген ойдамыз. Бәрекелді. Қатысушылар дайын болса, бүгінгі сөз сайысына баға беретін сарапшыларымызбен таныстырып өтейік. Дәурен Қабылбаев, нөмір 27 мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі. Және нөмір 19 орта мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Медет Керей. Тұрақты сарапшымыз Республикалық оқу әдістемелік қосымша білім беру орталығының эксперті Гауфария Ахметова. Қош келдіңіздер. Ойын басталмас бұрын әдеттегідей Ділмар тележобасының тәртібімен танысып алайық. Экранға зер салыңыздар. Екі спикерден тұратын екі топ белгілі тақырып аясында пікірсайысқа түседі. Алғашқы айналымда қатысушылар кезекпен мінберге шығып, пікірсайыс тақырыбының артықшылығы мен кемшілігін, яғни өз ұстанымдарын қорғау керек. Екінші кезеңде қос тарап бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді. Үшінші айналымда хабарға қатысып отырған екі топтың бір-бір жақтаушысына сөз беріледі. Төртінші кезеңде жақтаушы және қарсы тараптың бір-бір өкілі тақырып бойынша сараптама жасайды. Ал сайыс жеңімпазын эксперттер анықтайды. Тәртіп осындай, бүгін қоғамда аса өзекті болып тұрған мәселені ортаға салып отырмыз. Экранға зер салып сюжетті көріп алайық. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орынға ие мемлекет. Бұл кең байтақ өлкенің табиғаты да тамаша. Асқаралы таулары мен етегін гүл көмкерген өзен көлдері, жасыл желекті алқаптары мен нулы ормандары таңғажайып сұлулығымен тамсандырады. Алтайдан Атырауға дейін созылған осына ұлан ғайыр даланы бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап келгені белгілі. Оны сақтап қалу бізге аманат. Десе де бүгінгі ұрпақ туған жерімізді қорғауға қаншалықты құлықты. Соңғы жылдары отан алдындағы борышын өз еркімен өтеуге баратындар саны азайған. Себеп не? Жастарда патриоттық сезім жоғалып бара ма? Әлде ай мен күннің аманында қарулы күштер қатарында жүріп, көз жұмған сарбаздар жайлы естігенде ата-аналары әскерде әлімжеттік бар деп сескене ме? Бүгінгі тақырып осындай. Білгір тобы өткенде қарсы тарапта болған, бүгін жақтау тарапында болып отыр. Дайындықтары қалай екен? Ортаға шақырып көрейік.
Ассалаумағалейкум, мен өз сөзімді бастасам. Ер балалардың әскерге бармау себебі ондағы әлімжеттік деп есептейміз. Біріншіден дефиницияға келсек, ер балалар дегеніміз кім? Яғни ол жігіттер болып табылады. Ал әскер дегеніміз не? Ол деген осы жерде өзінің отандық борышында атқаратын бір арнайы мекеме. Ал енді әлімжеттік дегеніміз не? Әлімжеттік дегеніміз яғни оған күш көрсету немесе ол күш көрсетудің екі түрі болады, психологиялық және физикалық. Яғни сен сөзбен де күш көрсете аласың, және де оны іспен де күш көрсете аласың. Яғни оның арты буллинг болып табылады. Ал енді бірден философияға өтсек, бүгінгі күнде бұқаралық ақпарат көздерінен, құралдар көздерінен мәлімет естіп жатырмыз, яғни жаңалықтардан көп мәлімет естіп жатырмыз. Яғни әлімжеттік болып орнап жатыр деген, оны көрген біздегі балалар әскерге барғысы келмейді. Ал енді психологтардың айтуы бойынша қазіргі балалар 3-4 жасқа дейін, яғни памперс киеді. Ал енді сол үшін олар әскерде, яғни түнде өзінің кезекшілігінен қорыққаннан немесе оны біреу ұрғаннан әлімжеттен жіберіп қояды. Сол арқылы үлкен буллингқа ұшырайды. Ал енді мен бірден аргументтеріме көшетін болсам, бірінші аргументіміз ол денсаулық. Әр адамның өзінің бір дене бітімі болады, яғни бет келбеті болады. Соны мысалы адамдар оны мазақтайды, яғни ол мысалы біреудің сөзін көтере алмайды, сөйтіп жынданады, яғни ол психологиясы басқа, содан кейін ол әлімжеттікке ұшырайтын болады. Екіншісі ол бұқаралық ақпарат құралдары. Яғни біз осындай әлімжеттіктің бәрін TikTok, Insta деген неше түрлі сайттардан көріп жатырмыз. Оның бірден бір дәлелі, яғни Алматы облысында 20 жастағы Сапархан Қауынбай атты біздің жас сарбаз әскерге барған. Ол жерде яғни ол ұрып, соғып, яғни ауруханаға түскен. Ол өзі оның бір яғни өзі айтқан болатын. Ал енді үшіншісі отбасылық өмір. Мысалы, әр үйде әртүрлі баланың мінезі бар, яғни білеміз, көреміз. Ал енді мысалы бір бала ерке болады, ол яғни немесе кенже болады, ол біреулердің сөзін көтере алмайды, яғни әлімжеттікке ұшырайды. Енді адам құқықтарын бұзылу, яғни әскерде мысалы оған біреу буллинг көрсетеді. Сол арқылы оны барлық әскердегі адамдар жамандай бастайды, сөйтіп ол бір әлімжеттікке жететінін білеміз. Әлімжеттік біріншіден мектептен басталады. Себебі мысалы 2021 жылы жасөспірімдер арасында 131 суицид біздің Қазақстанда орнаған. Қазақстан суицид бойынша топ 3 мемлекетке кіретінін білеміз. Сондықтан яғни осы әлімжеттіктің арқасында суицид көп болады. Рахмет. Жақсы. Қарсы тарап қандай жауап қайтарады екен? Бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Марғуа. Уақытты бос жоғалтпай, бірден өз міндетіме көшсем. Біздің топ ер балалардың әскерге бармауының себебі ондағы әлімжеттік емес деп есептейді. Сөзімді ең алдымен қарсылықтан басасам. Жақтау тараптың бірінші спикерінің айтуы бойынша, яғни олардың бірінші аргументі денсаулық, олардың бет әлпетіне сөйлеу болады дейді. Алайда денсаулығында бір кінәраты бар адамдарды әскерге жарамсыз деп танылып, олардың арнайы медициналық комиссиядан өту арқылы әскерге жібермейтінін осы жерде ескере кеткендеріңізді сұраймын. Екінші аргументтері бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырған өлген әскерлер, олардың әлімжеттік көруі деп отыр. Бірақ алайда бізге қарулы күштердің өзі келіп, олар әлімжеттіктің кесірінен қайтыс болды деп айтқан жоқ қой. Нақты ешқандай жерде мынадай әскер осындай жерде армияға, яғни әскерге барып, әлімжеттіктің кесірінен қайтыс болды дегенді біз көрген жоқпыз. Сонымен қатар қазіргі таңда мына дамыған заманда барлық жерде камералар бар. Тіпті өздерінің жататын жерлері, тамақ ішетін жерлері, тіпті одан қалса әжетханаларға дейін камералар орнатылған. Камералар орнатылып тұрған жерде біз әлімжеттікті қайдан байқай аламыз? Ал үшінші аргументтері болса, отбасылық өмір дейді. Яғни олардың мінез құлықтары дұрыс болмауы мүмкін. Соның әсерінен әлімжеттік олар көп көреді деп жатыр. Алайда отбасылық өмір ең алдымен тәрбиеден басталады. Отбасы болғаннан кейін ата-анасы балаға дұрыстап тәрбие беру керек. Психологиялық тұрғыда әлсіз етпей өсіру керек. Ал енді осы кезде өзімнің аргументтерімен толықтыра кетсем. Бірінші, оқу және уақыт. Әскерге барғысы келмейтін балалардың көп себебі жоғары оқу орнындағы өзінің оқуын тастап, грантын тастап, шәкірт ақысынан бас тартып, әскерге барғысы келмейді. Яғни бір жыл уақыттың әскерге арнаудың орнына керісінше ақша тауып өзінің материалдық жағдайын дұрыстағысы келеді. Екіншіден, отансүйгіштіктің болмауы және психологиялық тұрғыдан әлсіздік. Патриоттық сезімнің қайнар көзі отан, ал оның мазмұны туған жер дейтін болсақ, жүрегінде бойында отанға деген сезімі, махаббаты болмаған жастар қазіргі таңда көптеп әскерге бармай жатыр. Оның барлығы бізге тайға таңба басқандай анық көрініп тұр. Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 бабының 1 тармағына айтылғандай, Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. Парызы мен міндетін атқаруға елге деген махаббат жетіспей тұр десек, қателескеніміз болмас. Үшіншіден, тәрбие. Ұлы ойшыл Әл-Фараби айтқандай, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Ендеше отбасындағы беретін тәрбиесі дұрыс болмаса,
психологиялық тұрғыдан мықты етіп өсірмесе, ол балалар әскерге барудың қандай маңызды екенін қайдан білсін? Әлімжеттік деп біз қарулы күштерге әлсіз олқылық деп тани алмаймыз ғой. Төртіншіден денсаулық. Бағана айтып өткендей, бірінші байлық денсаулық демекші, адамның денсаулығы әскерге жарамаса, оларды әскерге жібермейді. Осы жерде мен статистика келтіре кетсем. Былтырғы жыл бойынша 130 мыңнан астам бала медициналық комиссиядан өткен болатын. Яғни әскерге бару жөнінде оның 20% әскерге жарамсыз деп танылды. Неге? Себебі олардың денсаулығында кінәраты бар болып шыққан болатын. 30 секунд сұрайым. Енді сіздердің алдыларыңызға бізде Сарқан аудандық орталық ауруханасынан арнайы сұраныс арқылы алдыртқан өзіміздің құжаттарымызды ұсынамыз. Осы жерде бізде Сарқан қаласындағы статистикалар, сонымен қатар әскерге бармаған балалардың себептері анық ашылып жазылған болатын. Оның арасында әлімжеттік деген ешқандай себеп көрген жоқпыз. Сұмырайдың сылтауы көп демекші, әскерге бармаудың 1000 түрлі себебін іздегенше, отан алдындағы борышты өтеп, елімізді, жерімізді қорғайық деп бір себеп іздеп, әскерге барайық деп сіздерді шақырғым келеді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Марғұла. Жақтау тарапының екінші спикері ортаға келіңіз. Әдепті алыстан сәлем береді демексіз, сәлемесіздер ме дебат сүйер қауым. Мен осы сөзімді ребатымнан бастағым келеді. Біріншіден, денсаулық дейсіздер, бірақ олардың денсаулығы психологиялық түрде өте жаман. Екіншіден, сіздер айтасыздар, ол жерде ешқандай әлеуметтік ештеңе жоқ дейсіздер. Бірақ Жетісу облысында Амир Байтұрқанов атты жас сарбаз 2023 жылы күзінде әскерге барған және 3 айдан кейін қайтыс болған. Сараптама нәтижесінде бүйрек және бауыр дене мүшелеріне соққы тиген анықталды. Үшіншіден, камера бар екенін қайдан білесіздер? Сіз айтасыздар, олардың әр жерінде, мысалы туалетте де камера бар дейсіздер, бірақ ол камералар қайда екенін қалай білесіздер? Төртіншіден, әскерге барғанда университетке грант береді. Бесіншіден, олар айтасыздар, әскерге бармайды, барғысы келмейді, олар білім алғысы келеді, бірақ олар әлеуметтік желіден қорқады. Алтыншыдан, денсаулығы жаман баланы әскерге алмайды. Жетіншіден, олар біздің философымызға қарсылық шықпады. Сегізіншіден, дефиниция жоқ, қарсылық жоқ. Енді өз сөзімді айта кететін болсам, әріптесім Қазбек ағам айтып кеткенде, денсаулық дегенде бір бала өте ірі, бір бала өте жеңіл болуы мүмкін. Мысалы, сіз оны ұра берсеңіз, ана ірі бала шыдай түсіреді, бір уақыттан кейін шыдай алмайды. Ал кішкентай бала, ол сразу ешқандай уақытта шыдай алмайды. Екіншіден, бұқаралық ақпарат көздері. Бұқаралық ақпарат көздері дегеніміз әлеуметтік нәрселер. Мысалы, TikTok, Instagram, Facebook және тағы басқа нәрселер. Біз олардың бүкілін, ол жерде әскерде бойлинг көріп отқан әскерлер осыны бүкіл жерде айтып жүреді. Үшіншіден, отбасылық өмір. Мысалы, ол бала отбасысында өте ерке бала болуы мүмкін. Және ол жалғыз бала болуы мүмкін. Әскерге барғанда мамасы немесе әке-шешелері үйде қорқыныш көреді. Енді мысал келтіретін болса, 2020 жылы 215 мың адамды әскерге шақырған. Бірақ оның 215 мың адамның ішінде тек қана 20 мыңға жуық адам ғана әскерге келген. Неге? Өйткені олар әлеуметтік қорқады, буллингтен қорқады. Енді сізде риторикалық сұрақ. Сіз ағаңыз немесе ініңізді әскерге барғанда жоғалтып аламын деп қорқасыздар ма? Енді қорытындылай келе. Зорлық төбе қорлық деп аталамыз бекер айтпаған. Әскерде өзін ұстай алмайтын адам, ол далада, басқа жерлерде және өз отбасысында әлімжетті көрсетеді. Осылайша мен сөзімді аяқтадым, сау болыңыздар. Рахмет, Мұхаммед. Жақтау тарапының дәйектеріне қандай жауап қайтарады екен? Қарсы тараптың екінші спикерін ортаға шақырайық. Ең алдымен қарсылықтан басталғым кеп отыр. Ойын басталған бері қарсы топ әлімжеттік деп көп айтты. Бірақ та дәлел бар, дәйек жоқ демекші, дәлелдері аз болып көрінді. Сіз психология тұрғыдан денсаулық дұрыс емес. Айтасыз, бірақ неге? Себебі тәрбие дұрыс емес, сондықтан тәрбие дұрыстау керек. Камера бар екені жайлы қаршылық күштердің арнайы сұхбат алдық. Айтып отырған сөздердің салмағы жоқ. Сіздер осылай дұрыс деп айтасыздар. Бірақ та ұстандарымыз дұрыс емес. Әрі қарады өте жеңіл қарастырғаныздар. Ойын жүйесі дұрыс құрылмаған және зерделенбеген десек те қателеспегеніміз деп есептейміз. Олай болса, бүгінгі қарап отырған тақырып ер баланың әскерге бармау себебі
себебі ондағы әлемжеттік емес деп есептейді. Оған дайындаған дәлелдеріміз аз емес. Құрметті дебат сүйер қауым, қарарды зерттеу барасында қаламыздың мектептердің 9-шы, 10-шы, 11-ші сынып оқушыларын қазіргі жастар әскерге бармау себебі не деп ойлайсыз деген сұраққа 300-ге жуық оқушының сауалнама алдық. Сауалнама барысында 95% оқушысы мотивация жетпеу, уақытты босқа өткізу, әскери билетке жерге қажет емес екендігі туралы оймен бөлісті. Сауалнама қорытындылай келе бірнеше мәселеге тоқталуды дұрыс көрдік. Біріншіден, отбасыдағы тәрбие көп жерде ол балаларын анасын тәрбиесінде болғаны айтпаса да байқалып жатады. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды демекші. Ер баланың тәрбиесін әке берсен екен дейміз. Әкесінің қасында жүрген бала мектеп қабырғасының аттамай жатып жауапкершілік, адалдық, адамгершілік сипаттары бойында қалыптасын өз ойын еркін жеткізеді. Екіншіден, мектеп кезінен дайындау. Тәрбиелі адам тәртіптің құлы, тәртіпті адам елдің ұлы демекші. Білім саласындағы оқулықта айта кеткенде жөн көріп отырмыз. Қазіргі кезде білімге үлкен көңіл болып, физикалық дайындық пен тәртіптің мәселесін ақсап жатып десек, өтірік емес. Кей кезде мектепшілік жиналысқа ту көтеретін шығатын ол балалар табылмай жатқан байқаймыз. Сол себептен дене тәрбиесін сабағын көбірек болып, алғашқы және технологиялық әскерлі дайындық сабағының 7-ші сыныбынан бастап өткізе патриоттық сезім өз деңгейде болады деп есептейміз. Рух мықты болса, ешқандай қауіп қатерден қорықпаймыз. Ал мотивацияға келетін болсақ, әскерде болған жастарға әркез басымдылық беру керек, оқуға түсе де жұмысқа орналасады, қажет болса еңбек қасына үстем қосу керек. Осыдан кейін әскери билетке ие болу әр азаматтың мақтанышы болады. Дана бабалар айтқан сөз расында да шындықтың шынайы белгісі. Иә, не десек те жастар проблемасы таусылмас тақырып екені даусыз. Жастарым үміт көте бергенше ертеңгі күні ел үміт ақтындай азамат болу үшін оларға жағдай жасау керек. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын? Осы нақал сөздің мән мағынасын ұғына отырып, келешекте жастар ел қамын ойлар ел болу үшін де оларға мемлекет тарапының белгілі бір қолдану көрсетілу қажет. Ертеңгі күні Ұлы Абай айтқанындай, қолымды мезгілінен кеш сермедім демес үшін ертерек бір игі бастама көтергеніміз жөн шығар. Құрметті ер балалар, әлемжеттіктен еш қорықпаңыздар. Сіздер үшін әр казармадағы камера орналасқан. Келісім шарт бойынша әскерлік қызметкерлер, офицерлер, құқық тәртіптің қамтамасыз ететін әскери полиция, құқық әскерде жайсыз оқиғалар орын алмас үшін қорғаныс істері жөніндегі департамент жұмыс жасап жатыр. Назарларыңызға рахмет. Екі тараптың да бүгінгі тақырыпқа сәйкес пікірлерін тыңдадық. Енді бір-бірлеріңізге сұрақ қоюларыңызға болады. Қай тарап бастайды екен? Жақтау тарап бастайды. Жақтау тарап. Жақсы, рұқсат. Бірінші сұрақ, әлімжеттіктің денсаулыққа зияны бар ма? Әлімжеттік жоқ. Әлімжеттік мектептен басталады дегенге келсесіз бе? Келсеміз. Әскердегі суицидтің болуына буллингтің қатысы бар ма? Жоқ. Рахмет. Ертең ел басына күн туа қалса, отанды қорғауға дайынсыз ба? Иә, дайынбыз. Әскерге бармаған адам мылтық ұстап жауға төтеп бере алады дегенге келсесіз бе? Иә, келсем. Мектепте де әлімжеттік бар деп отырсыздар ғой бағана өздеріңіз. Ал енді мектепте де әлімжеттік бар деп оқушылар 11 жыл мектепке бармай қалсын ба? Жоқ, барсын мектепке. Мұхаммед, сұрақтар бар ма? Қоя ғой. Сіз ағаңыз немесе ініңізді әскерге барғанда жоғалтып алам деп қорқасыздар ма? Жоқ. Қояқ па? Жоқ, Мұхаммед. Бар ма тағы сұрақ? Жаңалықтардағы әлімжеттік туралы мәліметтерге сенесіздер ме? Нақты емес. Әскердегі әлімжеттік бұрыннан қалыптасып келе жатыр ма? Жоқ. Сіздер әскерге баратын бедіңіздер? Отан қорғау үшін барар едім. Әскерге бармауының себебі әлімжеттік деп отырсыздар. Енді осы тұста қарулы күштердің олқылығын көрсеткілеріңіз келді ме? Иә. Жақсы, рахмет. Қатысушы топтарға алғыс білдіреміз. Қошеметті бір қояқ. Студия қонақтарының пікірін тыңдап көрейік. Жалпы бүгінгі тақырыпқа сәйкес қандай ойда екен, және жалпы бүгінгі ділмарлар сіздерді өз ұстанымына сендіре алды ма?
Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы номер 10 орта мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Бесен Айселім. Мен өзімнің ойымды айтатын болсам, мен жақтау тарабына қарай жақтасар едім. Неге? Себебінде қазіргі көбінесе әлемжеттіліктің кесірінен әскерге адамдар көп бармайды деп санаймын. Себебінде сіздер жаңа айтасыздар, барлық жерде камера орнатылған дейсіздер. Әрине мен келсем, барлық жерде камера орнатылған, бірақ та ол камераның барлығы 100%-ға дейін істейді деген нақты ақпараттар жоқ. Олар мүмкін істемеуі мүмкін. Әлемжеттік болған жағдайда именно сол уақыттың сол жердің камерасы істемей қалды деген сылтау да айтыла салуы мүмкін. Себебінде барлық жердің камерасы 100%-ға деген істемейді. Тіпті элементарно қаланың ішіндегі камералардың барлығы толық істемейді деп мен нақты сеніммен айта аламын. Сондықтан мен өз даусымды жақтау тарапқа беремін. Себебінде әлемжеттіктің кесірінен, соның әсерінен буллингтан, мектептен де басталады, және де әскерде де ол көбірек білінеді деп санаймын. Рахмет пікіріңізге. Мен аты жөнім Ғалымжанқызы Үміт. Мен 27-ші орта мектеп гимназиясына келіп тұрмын. Мен өз тарапымнан қарсы тарапқа келсемін. Себебі қазір көп ер азаматтардың денсаулығы өте нашар болған соң әскерге бармайды. Армысыздар, мен номер 19-ші Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияның оқушысымын. Осы ойын керемет деңгейде өтіп жатыр. Екі тарапта бір-біріне керемет қарсылық көрсетіп жатыр. Мен бірақ қарсы тарапты қолдаймын деп шештім. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай мықты мен жастарға сенемін. Егер біз жастар қарапайым отанды бір-ақ жыл қорғай алмасақ, біз мемлекетіміз не болады болашақта? Рахмет. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Мен номер 19 орта мектеп гимназиясы 10 сынып оқушысы Асанұлы Әлібеймін. Мен жақтау тарапын қолдаймын, себебі қазіргі кезде әлімжеттік өте көп. Қазіргі кезде даже мектептен бастап алсақ та болады. Үлкен сыныптар кіші сыныптарға әлімжеттік көрсетеді. Ал ол мектепте сондай жағдай болып жатса, ал армияда қандай болады? Бірақ та мен өз басым армияға барушы едім, но тек қана жақсы жағынан және де армиямыз жақсы көтерсін деген ниетпен. Соңғы кезең, сараптама кезеңі, қарсы тараптың бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Сөз бергендеріңізге рахмет. Ең алдымен біз қарсы тараптың әр спикеріне жеке-жеке тоқтала кетсек. Ең бірінші спикері, яғни лидері шықты, дефинициядан бастады. Бірақ дефинициядан бастаса да бізге дефинициясына көп уақыт кетіп қалды да, бізге аргументтерін нақтырақ жеткізуге, аргументтерін дәлелдеуге уақыттары тым шектеулі болып қалды деп ойлаймыз. Екіншіден, олар аргументтері өте жүйесіз болды. Біз олардың аргументтерімен толықтай біз мүлдем келіспейміз деп айтамыз. Аргументтерінде дәлел бар, дәйек жоқ демекші, бір нақты ақпаратты айтпайды, ал біріншісінен екіншісіне қарай секіріп кетіп отырған жағдайларда болды. Үшіншіден, тақырыптан ауытқушылықты біз бірнеше мәрте байқаған болатынбыз. Тыңдамаған сөз жетім демекші, екінші спикеріне келетін болсақ, біз айтпаған аргументтерді айтты деп, бізге қате аргументтерімізді келіп отыр. Содан кейін олар өздерінің позицияларын мүлдем ұстана алмады. Біресе біздің тарапқа, біресе өздерінің тараптарында жүріп, судан суға секіріп жүрген балық болды десем, қателескенім емес. Сонымен қатар сұрақ-жауап айдарында олар көптеген сұрақтарымызға, тіпті барлық сұрақтарға десек те болады, біздің тарапқа қосылып кетіп, өздерінің конструктивті сөз кезеңінде айтылған ақпараттарын түгелдей жоққа шығарып, жойып тастады. Ал енді өзімізге келетін болсақ, бізде аргументтер жүйелі болды, яғни мен сөзімді бастадым, 4 аргумент келтірдім. Сонымен қатар өз міндетімді атқара келе, қарсылас командаға қарсы шыға өттім. Сонымен қатар бізде философия болды, алған ақпарат көздері, статус-ко, дәлел бізде барлығы жүйелі түрде болған болатын. Менің спикерім менің аргументтерімді толықтыра отырып, нақты жүйелі аргументтермен дәлелдеп, уақытты да ұтымды пайдаланып, сонымен қатар 30 секундта да қосымша сұрап, уақытты былайша айтқан кезде жақсы пайдаланды десем, қателескенім болмас. Сонымен қатар бізде бүгінгі сайыста біз жеңуіміз керек деп есептеймін. Себебі бізде қарсылас командаға қарағанда біз жақсырақ дайындалғанбыз, сонымен қатар біз ережелерді толығымен ұстандық деп айта аламын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Жақтау тарапының бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Сізде 3 минут уақыт бар.
90 ауыз сөздің толықта түйіні демекші, мен осы ойынның нүктесін қоюға келдім. Ал енді бізге мен бірден өзім сөзімді қарсы тараптан бастасам. Ал енді бізге аргументтерге жаңа дәлел келтірмеді, яғни бір мысалдар айта бастады, және өзінен мүлдем бірінші спикер айтпаған аргументтерге мысалдар айта бастаған болатын. Және де олардан мен бірде бір қорытынды көре алмадым, яғни бірінші спикерден де бір қорытынды көрмедім, екінші спикерден де қорытынды көре алмадым. Яғни және бір біздің аргументтер яғни тоқталып өтті, ақырын бірақ олар аса қатты қуатталмады. Яғни өздерінің аргументтеріне уақытын барлығын соларға бөліп кеткен болатын. Яғни біздің спикер оларға өте жақсы аргументтер келтірген болатын, яғни контраргументтер келтірген болатын, және де олардың бірақ мысалы қатты көрсете алмаса да, себебі олар бізге мысалы аргумент жасамағандықтан біз оларға қатты бір қарсылық көрсете алмаған болатынбыз. Ал енді аргументтерге яғни оларда бірден бір дефиниция болмады, яғни біздің философия қарсылық болмады, яғни қорытынды болмады. Ал енді және сұрақ-жауап айдарына көшсем, енді олар мысалы айтады да бізге сұрақтары, яғни жауаптары жүйесіз болып, нақты емес болды. Мысалы бізге айтады, әлімжеттің денсаулыққа зияны бар ма? Яғни олар айтады әлімжеттік жоқ деп, бірақ өздерінің сөз барысында, яғни сіздер айтуларыңыз бойынша мектепте әлімжеттік бар деп өздері айтып кеткен болатын, яғни өз жауаптарына өздері қарсы шығып тұр. Ал енді өздері айтады да, мысалы әлімжеттік мектептен басталады дегенге сенесіз, келісесіз ба дейді, я деп жауап берген болатын. Яғни біз осы жерден олар бізге жақтасып тұрғанын біле аламыз. Сондықтан олардың барлық айтқан сөздерін біз жоққа шығара аламыз. Және де яғни олар айтады, біздің сіздер жаңалықтардағы мәліметтерге сенесіздер ме дейді. Яғни мәліметтерге сенбейміз дейді, бірақ мәліметтер бар екенін тағы да өздері мойындап тұрған сындасақ, құрметті төрешілер. Ал енді біз өзіміздің алаңымызға келсек, біз мен екінші спикерім жақсы контраргументтер келтірген болатын, яғни риторикалық сұрақ қойған болатын, бірақ біз қарсы тараптан оған жауап күтпедік. Ал енді яғни олар айтады, бізде дәлел жоқ деп, біз дәлелдердің бәрін сайтпен толықтырып кеткен болатынбыз. Және де менің екінші спикерім мен аргументтерін толықтырып, мысалдармен барлығын толықтырып кеткен болатын. Ал енді мен қарсы тараптан бірде бір сайтты көре алмадым, яғни мен олардың бір мысалдарын, дәлелдерін нақты емес деп санаймын. Ал енді екінші спикер біздің мысалы аргументтермен мысал факттарға мүлдем тоқталмады. Яғни біздің екінші спикерге де бірінші спикердің мысал аргументтеріне мүлдем тоқталмаған ескере кетейік. Ал енді біздің екінші спикер барлығын өте жақсы айтқан болатын. Яғни мен аргументтерім барлығына қосылып, оған мысалдар келтіріп, яғни қарсы тарапқа да жақсы бір ребатл жүргізген болатын. Оның барлығы, яғни оның 4 аргументін қуатқан болатын. Және денсаулық деген олардың аргументін, яғни біз өзіміздің аргументке айналдырып жібергенін де көре аламыз. Және де біз сұрақтардың бәріне толық жауап бердік деген ойдамыз. Және осы ойында біз жеңіске жетті деп ойлаймыз. Себебі біздің бүгін бағымыз да, бабымыз да жақсы келісіп тұр деген ойдамын. Рахмет. Екі топқа да жақсы ойын үшін алғыс білдіреміз. Бүгін біршама жастардың әскерге баруға құлықсыз болуының себебі әлімжеттік пе деген тақырып төңірегінде пікірсайыс болды. Дәл қазір біздің студиямызда Жетісу облысы қорғаныс істер жөніндегі департаментінің заң қызметінің бастығы, әділет майоры Ержан Әділхан отыр. Жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты маманның пікірін тыңдап көрейік, сосын сарапшылардың бағасына көшеміз. Құрметті Ділмар бағдарламасы жиналған қауым, енді жаңа айтып кетті, біздің Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 бабында жазылған Қазақстан Республикасын қорғау, оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті деп бекітілген. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, біздің арнайы заңымыз Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңы талаптарына сәйкес 18-ден 27 жас аралығында әскери қызметтен заңды түрде босатылу негіздері жоқ азаматтар барлығы әскери қызметке шақыруға жатады. Енді біздің аудандық қалалық деңгейде арнайы әскерге шақыру комиссиялар жұмыс істейді. Оның ішінде медициналық комиссиялар да бар. Барлық аудандық қалалық деңгейде медициналық және де әскери шақыру комиссиясына өткен азаматтар ары қарай облыстық деңгейде бақылау түрде жаңағы денсаулығы бар, психологиялық тұрғыдан барлығы тексеріліп, соның негізінде жаңағы қорытындысы негізінде әскери қызметке барады. Енді жаңағы осы бүгінгі талқыланып отырған тақырыпқа байланысты айтатын болсақ, әлімжеттік. Қазіргі таңда өмірді сақта, отбасымен бейне қоңырау, әскери сенім сияқты платформалар жұмыс істеуде. Яғни азаматтар, әскери қызметке шақырылған азаматтар, олар жаңағы әскери ортаға барып,
олардың жаңағы тез бейімделіп кету үшін барлық жағдайлар жасалған деп айтуға болады. Барлық казармаларда жаңа айтып отыр ғой, бейне бақылау жүйелері бар. Одан кейін әскери полиция органдарының пункттері орналасқан. Күнделікті мерзімді әскери қызметшілер әскери полиция органдары және медициналық персоналдың қатысуымен дене бітімін тексеру жүргізіледі. Яғни мерзімді әскери қызметке шақырылған азаматтар ол тек қана жаңағы командирлар немесе офицерлердің қарамағында емес, сонымен қатар құқық қорғау органдарының қарамағында болады. Және де ата-аналары жаңағы әскери қызметшілердің өздері егерде қандай да бір құқық бұзушылықтар болған жағдайда олар әскери сенім деген жаңағы қосымша, мобильный қосымшаға өздерінің шағымдары болса жазалады. Сондықтан қазіргі таңда енді азаматтардың жалпы осы әскери қызметтің өткеру қандай оң жақтары бар деп айтатын болсақ, ол ең біріншіден әскери қызметке өткерген азамат ол өзін қоғамда өз орнын таба алады. Қоғамда жаңағы өзіне жауапкершілік алып біледі. Және де тез бейімделіп кете алады деп айтуға болады. Сондықтан әрбір азамат әскери міндетін өткерсе, ол оның абыройлысы деп білеміз. Рахмет пікіріңізге, Ержан мырза. Енді бүгінгі пікір сайысқа көшсек, сарапшыларымыз екі топтың ойын мәнеріне бағасын берсін. Бүгінгі біздің қарап отырған тақырыптарыңыз, қараларыңыз өте бір өзекті қарардың бірі. Себебі қазіргі таңдағы жастардың, әсіресе ер азаматтардың әскерден жалтақтауы, әскерге бармауы көп кездесіп жатыр. Бұл жерде бірінші жақтауыш тарап Қазбек мырзаның айтқан аргументтері өз орнын таба алды, дәлел келтірілді. Оған қарсылық білдірген Маруа бұл аргументтерге қалай қарсылық білдіре алды? Бұнда бізде денсаулыққа байланысты дейді, денсаулыққа байланысты баланың түр келбетіне байланысты айтылады. Түр келбеті әрине, денсаулық жарамаған оқушы жастар ол әскерге де бара алмайды. Міндетті түрде бірінші талап. Бұл жерде нақтылап айтылмайды. Екіншіден, аргументтеріне қарсылық білдіре алды қарсы тарап. Бұл жердегі отбасылық тәрбиенің де, бұл жердегі әкенің орны да қаншалықты болатынын көрсете алды, және де соған дәлел келтіре алды. Ойын жақсы деңгейде өтті. Негізгі айтылған аргументтерінің шындыққа жақындығы және салмақтылығы бойынша қарсы тарап басым түсті. Рахметіңізге. Армысыздар, құрметті қатысушылар және де көрермендер. Бүгінгі ойын алаңына қош келдіңіздер. Енді өзімнің сараптама сөзіме келетін болсақ, тақырып ер балалардың әскерге бармау себебі, ондағы әлімжеттік және әлімжеттік емес деп жақтау қарсы топтар бір-біріне қарсы сөздерін айтып отыр. Енді бұл жерде бірінші жақтау тарабын сараптама жасап өтсем, жақтау тарабындағы спикерлерінің сөздері сенімді, бірақ олардың келтірген жаңағы дәлелдеріне дәйектері сенімсіз болып табылады. Себебі дене бітімі дейді. Әлемде миллиардтаған, жаңағы қазіргі таңда 8 миллиард адам болса, олар әртүрлі кішіде үлкен адамдар бар. Дене бітімім кішкентай екен деп әскерден жалтақтау ол дұрыс емес, және де нақты мен көзімді жеткізе алмады дене бітіміне деп. Және әлімжеттіліктің бастауы мектеп деп алады. Қазіргі таңда мектепте әлімжеттілік сондай байқалмайды. Себебі камералар тұр мектепте, сонымен қатар әскерде де тура камералар тұр. Яғни әлімжеттіктің басталуы мектепте ол дұрыс емес деп есептеймін. Отбасылық өмір жаңағы қарсы тарап әкенің берген жаңағы тәрбиесі мың мектептен артық деп айтып кетті ғой. Яғни ол да жаңағы отбасында әкенің анадан алған тәрбиеден қарағанда баланың өзінің жаңағы тек қана тәрбиені отбасынан алмайды ғой, қоршаған ортадан алады, мектептен алады деген секілді. Ол да жаңағы дәйектері сенімсіз болды. Қарсы тарапқа келетін болсақ, ұтымды қарсылық жасай білді және терістей алды. Өздері жаңағы тамаша ұсыныстар көрсетті. Бұл жерде атап айтсақ, денсаулық әскерге денсаулықтың жаңағы
арқылы әскерге жарамсыз болуын айтып кетті. Яғни Сарқан қаласындағы медициналық бөлімнен бұл кісілер справка алу арқылы дәлелдеген екен. Яғни әскерден қашу ол әлімжеттік қана емес, денсаулығы болсын, немесе жаңа басқа жағдайларын айтып өтті. Яғни бұл жерде мен басымдықты қарсы тарапқа беріп отырмын. Рахмет сізге. Гауфар Ахметқызы. Қайырлы күн, құрметті пікірсайысшылар, көрермендер. Екі топқа да алғысымды білдіремін. Шынымен бүгін жақсы ойынның тартысы болды. Жақтау тарап өзі міндеттерін толық атқара білді. Бірінші спикерді, екінші спикерді жақсы өздерінің білгендерін көрсетті. Қарсы тарап өз міндеттерін бұл жерде енді басынан аса қарсылық маруға бұл жерде бастамадыңыз. Дефиницияға көңіл бөлмедіңіз. Шынымен ол сізде жайбарақат қалды. Екіншіден, бұл жерде сіздер міне денсаулық деп өздеріңіздің төртінші аргументтерін алып отырсыз. Бірақ сол төртінші аргументті бұлардың бірінші аргументке қарсылық контр аргумент ретінде ұсыну керек еді. Бұл енді сіздердің жіберген қателіктеріңіз. Енді өздеріңіздің төрт аргументтеріңізді келтірдіңіздер де статистиканы бердіңіз, содан кейін Сарқан ауданның дәлелдеріне тоқталдыңыз. Ол жалпы жақсы, бірақ бұл жерде аса сенімсіз болып, маған өзіме солай болып естілді. Ал енді Мұхаммед, мысалы, білгір тобының екінші спикері, өзі міндетін толық атқарып тырысты. Бірақ жаңағы мен айтқан сөзге ол шынымен мына сіздің денсаулық туралы аргументіңізді де айтып кетті де, бұл жерде мына дефиницияларға, содан кейін шынымен әлімжеттік бүгінгі күнде біздің әскерде басымдылығын ол өзі дәлелдеп берді де, және өзі айтқан позициясына өте сенімді болды. Ал Валерияға келсек, Валерия қарсылық көрсеткен кезде шынымен болды, ұтымды дәлелдеріңіз. Әкесінің тәрбиесі жоқ отбасында дегенің, ол өте мықты бұл жерде дәлел ретінде. Содан кейін маған өзіме ұнағаны сіздің дәлелдеріңіздің 7-ші сыныптан бастап алғашқы әскери дайындық сабағын енгізу керек екенін, ол өте жақсы. Ал енді жалпы мені өздерінің позициясына сендірген бұл жақтау тарап болды. Рахмет. Пікірлеріңізге рахмет. Енді ұпай сандары дайын болса, алдымен бірінші спикерлерден бастайық. Білгір тобының бірінші спикері Қазыбек. 22, 26, 26. Болашақ тобының бірінші спикері Марғуа. 24, 24, 26. Білгір тобының екінші спикері Мұхаммед. 22, 26, 22. Болашақ тобының екінші спикері Валерия. 26, 24, 24. Сонымен жалпы ұпай сандарын айтар болсақ, Білгір тобында 144 ұпай, және болашақ тобында 148 ұпай. Болашақ тобын бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Жалпы бүгінгі тақырыпқа сәйкес, енді қатысушылардың жеке ой пікірі айтылды деп ойламаймын, себебі жақтау тарап, қарсы тарап деген болады. Сондықтан біздің жақтау тарапында болған жігіттеріміз әскерден еш қашпайды деген ойдамыз. Алғыс білдіреміз. Бүгін жақсы ойын болды. Сәттілік тілейміз баршаңызға. Ал біздің мақсат мүддеміз бір, сондықтан ортаға келіп, қадірлі пікірсайысшылар, қол алысып бір-бірімізді құттықтап қояйық. Қадірлі көрермен, Ділмар тележобасының бүгінгі саны осымен тәмам. Хабардың тізгінде болған Мұрат Жұмабай, мақсаты айқын, мұраты биік жастарымыз көп болсын, эфирде жүздескенше.